Жас шаңырақ. Авторы Сәуле Досжан. Алматы-Семей пойызына отырарда өмірі пойызға мініп көрмеген маған әмір, оң аяғымен бісміллә деп кір десе, мен тамбурға оң аяғымды салып, шынымен айтқанын істей беріппін. Бұл қылығымның оған күлкілі көрінгені сонша, ен тірескен жолаушының көптігін қаперіне де алмай, шексілесі қатып, мені әбде мазақ қылған. Оның бұл ерсі қылығынан ұялып, әрі іштей ашулансам да, танымайтын жұрттың көзінше ләм де алмағам. Ауылына алып келген соң, жас келіннің әлгі қылығынан үй іші, дос-жарандары қарық болып, біразға дейін күлкіге тамыздық етіп жүрді. Осындай қарағыз ауылда да бар еді, қайтеміз, сонау екі елдің шекарасынан бір ай рұқсат сұрап жүріп, әрең алып келдік қой деп, анасы келіннің аяғы құтты болсын айта келгендерге базына шерін тарқатып отырғанын құлағым шалған. Онысын мені ұнатпай жүр екен-ау деп өзімше пайымдадым. Енемнің сөзінің жаны бар. Біздің аудан шекаралық болып есептелетін еді. Онда басқа жақтан келгендерге арнайы рұқсаттама қағаз алу керек болатын. Оның ресімделуіне айдан аса уақыт кететіні де шындық. Тіршілігімен салты басқа қайын жұртыма бірден үйренісіп кете қоймаған мен, ата-анам мен бауырларымды бастапқыда қатты сағынып жүрдім. Әмір екеуміздің үйлену тойымыз Семейдегі Қарлығаш кафесінде өтті. Ауылында каникулда жүрген Әсиманы шақырып алып, қыз жолдас еткем. Әмір екеуміздің де курстастарымыз жан-жаққа тарап кеткен екен. Той десе қу бас томалайды дегендей, жастықпен жалындаған жастар емес пе? Хабар тигендері жолдың алыстығына қарамай, қанат байлап, ұшып жеткен. Әмірдің туған туысы бір қауым ел екен. Келін келді деп жандары қалмай жүр. Менің әке-шешем ағайын туысы мен құда жекжаттарын ертіп, біраз адам болып келді. Аға жеңгем екі баласымен жүр. Оларды көптен көрмей, сағыныштың сарысуын ішіп жүрген менің көңілім бір жадырап, мауқым басылып қалды. Тойдың болғаннан боладысы қызық, көп ырду-дырдумен дайындалған тойда әп-сәтте өте шыққан. Тойдан кейін әмір мені ауылына алып кетті. Жеңіл көлікке мініп, қазақтың киелі жерлерінің бірінің төсінде жұлдыз шағысып келеміз. Құдай берген қазақтың даласы мұншалықты кең болар ма жарықтық. Көз ұшында көкшіл мұнар көлбеңдеп, ұзақ уақыт жеткізбей қоятын аласа төбелерді қақ жарып жататын, қасқа жолдың бауырымен жорғалап төбесіне шығып, сол сәт шет-шегі жоқтай көрінген әлгі жолмен төмен құлдыра жөнелгенде, тағы да сондай кең дүниенің құшағына қайтадан еніп жүре бересің. Жұлдыздай аққан көліктің өзіне жеткізбейтін қиырдың осы жолмен Жидебай қайдасың деп, бір кездері Ұлабайдың өзінің кітап толған пәуескесі кетіп бара жаттау. Семейдегі көне Гоголь кітапханасына Абай атамыз жиі барып тұрған деседі. Бауырын күн шапағы сүйген ақ бұлттардың маңдалаға жақын жүзетіні сонша, құдды сағынысқан ғашықтар ма дерсің. Бұлт кеу, жер қалыңдық сағынысты, құмары екеуінің сондай күшті деп, ұлы ақын дәл осы суретті жырлағанына көзім енді жетіп келеді. Қайын жұртыма ізетпен сәлем салып, келін міндетімді атқарып жүріп, жаңа ортаға біртіндеп бойым үйрене бастаған. Ауыл адамдарының көңілі қалтқысыз ашықта ақ жарқын, жүректерінен мейірімі төгіліп тұрған асыл жұрт екеніне көзім жете бастады. Енеммен де біртіндеп тіл табыса бастағандаймын. Ат тергеген қайындарымда жеңеше деп еркелеп, зыр жүгіріп тұратын болды. Келін шайын құйып, есі көрсетуге шақырса, қалмай барып, жарымның туған жермен танысып жүргенде, жайдарлы жаздың бір тұтам құйрығыда көрінейін деді. Әмір екеуміздің сабағымыз басталатын уақытта келіп қалған. Ол да мен де соңғы курстамыз. Бұрын жатақхананы мекен ететін біз, енді жас жұбайлар мәртебесін алғаннан кейін бірге тұруға тура келеді. Әке-шешесі, туыстардың үйінде тұрыңдар, биыл оқуларың бітет, бәрібір ауылға келесіңдер деген. Әмір біреудің үйінде тұрғысы келмеді. Менің де біреудің аяқ табағына араласып, бірге тұруды көңілім қаламады. Қайда табан тірейміз дегенді, Алматыға кетуге 2-3 күн қалғанда ғана ойлана бастадық. Қиындықтың өзің тәтті әзілге айналдырып жіберетін әмірім, бір орыстың пәтерін жалдаймызда ел қатарлы деп, қарқ-қарқ күліп қояды. Пәтер жалдау дегеннің не екенін білмейтін мен, іштей, біреудің есігінде қалай тұрар екенбіз деп, уайымдап жүрдім. Алматыға келген соң, қолымыздағы сөмке қоржындарымызды жатақханаға қалдырып, қалада аты шыққан жетім бұрышқа бардық. Ығы-жығы адам. Жас та, кәрі де, жас балаларын қолтығына қысқан ата-ана да осында жүр. Бәрінің көздегені бір нәрсе, тезірек уақытша баспана тауып орналасу.
Мұнда жүргендерді екіге бөліп қарастыруға болады. Не өткізет, не жалдайды. Екі жақ бірін-бірі сол мақсатта тамырын басып, ұзақ саудаласады. Өткізуші қымбат баға айтады, жалдаушы төмен бағаға саудаласқысы келеді. Бұл жерді жағалағандардың ешқайсысы жетіскендерінен жетім бұрышты жағалап жүрген жоқ. Аты қандай жаман ет патшағардың деп, тітіркеніп кеткенде сан сұрақ санамды қаумалай кетеді. Екеуміздің де әке шешеміз бола тұра жетім атанып, бұрыш сағалап жүрміз. Пәтерін ұсынатындар орыс, ұйғыр, не татар ұлтынан. Жалдап алушы көбінесе өз қазекеміз. Бабадан қалған ұланғайыр жерді мекен етіп жүріп, баспанасыздық кейін кешкен жетім атанып тыныптау аяға. Неге осы қазақтың баспанасы жоқ, басқа ұлттар астанасына жайғасып алған деп күйеуімнен сұрап қоямын. Кең дала төсінде еркін өскен қазақ қалаға келсе дем жетпей қалады. Дархан даласында далаңдап жүре бергенде қаласын басқалар басып алған. Енді қазақтың ұрпағы қалаға келіп, адам болайын десе, басын сұғатын баспанасы жоқ, сосын осылай қаңғып жүреді деп жауап берді менің білгішім. Қабатты үйлерден пәтер жалдауды студент қауымның қалтасы көтермейді. Күнен кейгенше жанталасып жүріп, жер үйлерді 2-3 бөлме көріп келдік. Есігінен еңкейіп кіретін жер үйлердің бағасы төмен болғанымен, дәретханасы ауласының бір түкпірінде, суды сыздықта бағатын колонкадан тасып ішесің. Бөлмелерінен зәкесі шығады. Маған ұнай ма, ұнамай ма, ол жағын мені адам көріп ақылдасып жатқан әмір жоқ. Қожайындармен өзі сөйлесіп, өзі таңдап жүр. Сонымен қоймай, мұна түрімізбен бүгін далаға қонармыз деп, бұлқан талқан ашуланып та қояды. Жол жөнекей сатып алған самсамен жүрек жалғап, көше бойы тізіліп тұратын 3 тиындық газды сумен нәрленіп алдық. Бұдан соң, жетім бұрышқа қайта келіп, топырлаған жұрттың арасына қайта сүңгіп кеттік. Біз сияқты жаңа қосылғандар қол ұстасып, сиам егіздерінде бір-біріне жабысып алыпты. Қандай бұрыш десе де, осы жабысқан қалыптарымен риза күйінде кіре кетпекші. Әмір екеуміз екі жақта аузымыз салпиып, Құдайдың мына сынағынан тезірек өтсек екен деген жалғыз тілекпен ілбіп басамыз. Құдды бізді біреу осы жерге зорлап шақырғандай. Менің есіл дертім әмірден көз жазып қалмау, алысқа озып кеткен оған мойнымды созып, қарақшыдай беремін. Жоғалтып алсам, тұра қалып жанталаса көзіммен іздеймін. Ол біреумен сөйлесіп тұрғанын көріп, шет жаққа бір уыс болып тұрған орыс кемпіріне жақындағам. Үнім әрең естіліп, пәтер өткізесіз бе дедім. Кейуана маған көзін сығырайта қарады да, «Иә, қанша адамсыңдар?» деп қарсы сұрақ қойды. 2. Баламен бе? Жоқ, жаңа үйлендік. Баламен алмаймын. Себебі өзім жапсарлас тұрамын. Баланың шуын жақтырмаймын деді, тыжырынып. О, сұмдық. Баланы жақтырмайтындар да болады екен ау. Мен білетін әжелер баланың қылығына елітіп, айналып толғанып жүрушет деп, шүйкедей жанның шынардай тәкаппарлығына таң қалғам. Кеуің қане деді сосын, жан жағына көз тастап. Әне, қазір ертіп келем деп, әмірге қарай тұра жүгірдім. Әмір, ана жақта бір кемпір шақырып жатыр дедім. Біреу қуып келе жатқандай алқынып, ол өзі сөйлесіп тұрған кісімен екеуінің сөзін бөлгенімді жақтырмай, мені не қылады екен деді. Пәтер өткізеді екен, сені сұрадым дедім міңгірлеп. Менің үйім жақсы деп, ана еркектің де жармасып жібергісі жоқ. Қай жерде екен деді әмір. Білмеймін, сені сұрайды деппін. Бұл жауабым оған ұнамағаны қабарған қабағынан анық көрінді. Сонда да, қай кемпір деп маған ілескен. Маңай толған пәтер өткізуші кемпір шал, ығы-жығы халық. Солардың арасынан кемпірімді әрең тауып алдым. Әмір одан, үй қай жерде матушка деп сұрай бастады. Татаркада деді орыс кемпір. Бағасы қандай? Тым қымбат сұрайсыз матушка деді бір кезде әмір. Кемпір айтқан бағаға разы болмай. Екеуі қайтадан біраз саудаласқан. Кемпір сәл түсірген болуы керек. Әмір аз кем ойланып тұрды да, маған қарап. Сенің институтыңа біраз жер деді. Мен ол жердің атын бірінші рет естіп тұрғандықтан ештеме дей алмадым. Жарайды, троллейбуспен тіке барарсың. Көріп келейік деді. Сөйтіп кемпірге еріп жүре бердік. Татаркаға жеткенше сілеміз қатып, бір талай жер жүргенбіз. Алдымен автобусқа отырып, одан соң иір-қиыр көшелермен жаяу тарттық. Қалай адаспай келе жатқанымызға таңмын. Қалың ағаштың ортасынан әрең көрінген үйге таяй бергенде, кемпір алдымызға түсіп, кішкентай бір қақпаны итеріп ашқан. Қабырғалары аласа, терезелері жерден сәл жоғары, шатыры қаңылтырмен қапталған жадағай үй екен. Шағын үйдің 3 бүйірінен 3 есік шығады екен. Әрқайсының төбесінде қарайған жаңбыр қалқа көрінеді.
Бізді солардың ортасындағысына бастап келді де, есігіне кілт салды. Өзі ішке бізден бұрын кіріп, тағы бір есікті ашқан. Міне, осы 2 бөлме сендердікі. Оң қабырға жақта өзім тұрамын. Арғы жақтарындағы қоңсыларың өздерің сияқты жастар деді. Әмір алдымен кіріп, түкпіріне дейін қарап шықты да, неғып тұрсың едірейіп? Енді осы жердің қазан иесі өзің емессің бе? Көрмейсің бе деді. Ішімнен, шынында да солай екен-ау дедім де, табалдырығынан аттадым. Бұл жерде де зәгесі алдымен қолқаны қапты. Сырт киімілетін қуықтай жерден әр аттағандағы қуыста газ плитасы, кішкентай тоңастқыш, тамақ ішетін үстел көзге түсті. Сыртты бір шолып келген Әмір, 1-2 ескі орындықты қолына ұстай кірген. Бұрышта соғыс жылдарындағы фильмдерде көретін плюшпен қапталған ескі диван, қарама қарсысындағы кішкентай үстелде горизонт теледидары тұр. Әмір қосып көріп еді. Ақ қара жолақтары жоғары төмен жүгіріп, быж-быж еткен соң, төбесінен 1-2 қойып қалған, сонда да жөнделер болмады. Ісім сенімен кейінірек болсын дегендей, тоғынан суырып алып, лақтырып тастаған Әмір, түпкірдегі жатын бөлме іспеттес тағы бір қуысқа өтті. Бұрыштағы айналы шифонердің есігін ашсаң, қос төсекке тіреледі. Төсекке көне төс плюш жамылғы жабылған. Әмір Украин ұлттық өрнегі кестеленген гүл шілтері перделерді ысырып жібергенде, ар жағынан сығырайған терезе көрінген. Аяқ астындағы алабажақ кілемшелерде де украиндардың өрнектері кестеленген. Бар байлық осы. Осылайша кенет 50-ші жылдарға топ етіп түсіп қалған Әмір екеумізді уақыт бір сәтте басқа дәуірге апарып тастағандай, жан жағыма таңырқай қараймын. Әмір үстел үстінде кемпірге ақша санап беріп жатыр. Біз уақыт жоғалтпай жатақханаға барып, заттарымызды алып келіп алдық. Сонымен жас отауымыз осы, Украин кемпірінің жәпірейген үйінің қос бөлмесі болды. Екеуміздің сабағымыз басталды. Қыз пейде көзімді тырнап ашып, бетімді жуа салып, асхананың әзір тамағын жүре ішіп, сабаққа тартып кететін басым кеуге шығамын деп, бұл жеңілдіктің бәрінен бірақ сәтте айырыларымды біліппін бе? Таңертең еркектен ерте оянып, таңғы әсін әзірлеп, кемін реттеп, төсек орынды жинап, ыдыстарды жуып барып үйден шығамын. Аялдамаға жеткенше бір қыдыру уақыт кетеді. Ішіліқа толып келген автобусқа жұртпен бірге таласа тармаса мініп үлгеруім керек. Сөйтіп қысыла қымтырыла Гоголь көшесіне дейін жетемін. Одан троллейбусқа ауысамын. Ондағы жағдай автобустан сәл керім. Сәті түссе, орын тауып, жайғасып отыруға болады. Сөйтіп сатылап жүріп корпусқа жетем. Қайран қыз күнгі бостандығым-ай деп қиналып кеткенде ойлап қоям. Күзге қарай аяғым ауырлап қалғаны сезілді. Әмір әке болатынына қуанып, сессия кезінде мені аяп, корпусқа таксимен жеткізіп салып жүрді. Мамыр аяғының соңына қарай тұңғышымыз сұңқар дүние есігін ашқан. Жиені дүниеге келгенін естіп, елден артынып-тартынып апам жеткен. Қырқынан шыққанша тұзды суға шомылдырып, маған білгеннің бәрін үйретіп, 1-2 айда қайта қайтқан. Диплом қорғау кезінде ештемеге үлгере алмай жанталастым. Ауылдан Әмірдің қарындасын жіберіп еді, желке шашы желпілдеген жас қыздың бала қарауға мүлдем қыры да ынтасы да жоқ болып шықты. Біраз күн өткен соң, осындағы туыстарыныкіне табан жалтыратқан. Жас нәрестеміздің түнімен іші ауырып, ауыз жаппай жылайды. Одан қалса, омырау сүтіне жарымай, тағы мазасы кетеді. Әмір ұлының дүниеге келгенін жуып, күн ара біреуді ертіп келеді. Оларға қуырдақ қуырып, дастарханды жайнатып отыруым керек. Қонақ күтіп, балаға жүгіріп, түн жарымға дейін тыным таппаймын. Сен өзің сұмдық сылбыр адам екенсің. Мына түріңнен дипломың жайына қалады ғой деп, күйеуім бір жағына болысқанның орнына өзіме кінә арта сөйлейді. Әсимамен бейбіт көмектесіп, дипломым бәрібір ойдағыдай жазылды. Баламды қолтығыма қысып жүріп қорғап шықтым. Академиялық демалыс алмай, өз қатарластарымен бірге көк қатырма қағазға қол жеткізгеніме сұмдық қуанғам. Әмір дипломдық жұмысын беске қорғап, қызыл дипломын олда қолына алды. Осы қуаныштарды жуудан қолы босамай жүргенде, кішкентайымыз ауырып, жұқпалы аурулар ауруханасынан бірақ шықтық. Сол жерде 7 күн қарайып жатқанда, бір келуге уақыт таппаған Әмірдің бізден гөрі маңызды шаруалары шыққан тәрізді. Үйден ұзатылған сәттен бастап сезілген, тұрмыс салмағы барған сайын балғын білегімді қайыстырып, ендігі қылша мойным талша болған. Ауруханада бір сәт өзімнің қазіргі өмірімді ой елегінен өткізіп, өмірден түңіліп кеткем. Тұрмыс қиыншылығын иықтасып бірге көтерсер, шаршағанды жылы сөзбен дем берер, шашыңнан сипап, жылу сыйлар жан қасыңнан табылмаған соң,
жапанда жалғыз қалғандай күй кешеді екенсің. Балам шыңжау, өзім қапаланып жылай-жылай сүтім қайтып, түрімнен адам шошитындай жүдеп кеттім. Құрбыларым ауруханадан шығарып алып, пәтерге келіп тастады. Түнімен ішкенен басы сынып тұрған Әмір, қабағы үйін-түйін болып қарсы алды. Біреудің үйіне келгенде кіріптар күй кешіп, түнімен жылаған баламды көтеріп шығамын. Қыңқылдап, әкесін оятып жіберсе, арты жақсы болмайтынын жақсы білемін. Ақыры екеумізге Семей облысына жолдама берілді. Бар дүниеміз үлкен 2 шабадан болып, оны Әмір арқалап, мен баламды құшақтап, елге қайтатын пойызға міндік. Ағалары күтіп алды. Ол келініміз диплом әкелді деп бәрі қуанып жүр. Көрде тұр, келер жылы сен өзімізге парторг боласың деп қояды бір туысы. Зоотехник болған жақсы ғой, бай боласың деп қуанады екінші біреуі. Енемнің қабағы келіспей, бұл жолы бізді салқындау салды. Жоғары білімді келіні мен баласы орталарына келгенін мақтаныш етпет. Ауданға не облысқа қызметке кірмей, ауылда не жоғалттыңдар? Алдыңдағыларың өсіп, арттағыларға сүйе болмайсыңдар ма деп, өз ойнақтарып салған. Әмір Абай ауданына жолдаманың өзіне облыстан берілгенін айтса да, үйдегілер енемнің сөзін қостап, онда не жоғалттың? Аякөзге қалуға тырыс демедік пе деп, өре түрі келді. Әкесі аудан көлемінде қызмет жасаған, зейнетке шыққалы өз ауылдарының ауылдық кеңесін басқарып отырған, сабырлы ақылды кісі еді. Партия қайда жіберсе сонда бар. Қызыл билеті бар адамда таңдау болмайды. Олар келінді де мектепке орналастырады деп, тоғетерін айтты. Ауылда біраз болған соң, шабаданымызды арқалап, партия жіберген аудан орталығына жол тарттық. Әмірдің еті тірілігін байқады ма, бірден аудандық комсомол комитетіне екінші хатшылық қызметке алған. Институтта жақсы оқыған Әмір студент кезінде комсомол ұйымының жетекшісі болған еді. Өзі шешен, өзі өнерлі, өзі спортшы, жоғарғы оқу орнын қызылға бітірген жігітке жетекшілік қызметті ұсынбағанда кімге ұсынсын? Қосағымның бірден тәуір қызметке ілінгені мені де қуантты. Орталықтағы 3 қабатты үйден 2 бөлмелі пәтер тиді. Біреудің жалға алған есігі емес, өз шаңырағымыз болған соң, тапқан таянғанымызды үйіміздің керек жарағына жұмсаймыз. Көп өтпей, кәдімгідей үй болып қалдық. Төркіндерімде күйеу балаларының болашағынан көп үміт күтетін еді. Біз орналасып алған соң, тілектестіктерін білдіріп, артынып-тартынып ағам мен жеңгем келіп кетті. Мені бала аяғын басқанша үйде бол, әрі менің жұмысымда жүріп тұруым көп, ерте кетіп кеш келем, киімім дұрыс, тамағым әзір болуы керек деп, Әмір әзір жұмысқа шығармаған. Шынында да, сұңқарымды қарайтын ешкім жоқ, балабақшаға жарағанша үйде болғаным дұрыста шығар деп, мұнысына өзім де қарсы болмадым. Сұңқарым құйрығын көтеріп еңбектей бастады. Әмір еліне келген соң түрлі өнер шығара бастаған. Алматыда көргеніміз, мұның қасында ештеме емес екен. Үйге өмірі жалғыз келмейтін ол жанына жоқ дегенде шаламас біреуді ерте келеді. Жұмыстан кейінгі уақыты той думан, бос ырду-дырду. Жастармен жұмыс істейтін адам, олармен әрдайым бірге болуы керек. Бір ішіп, бір жейміз, бірге тойлаймыз деп ақталады. Алға комсомол, жеңіс жолында, алға комсомол, туың қолыңда деп, өз тобырымен ұрандатып жүргені. Асхана мен қонақ бөлме ортасынан босамайтын мен, баламды сүйретіп сыртқа шықсам, азық-түлік дүкені мен базардан әрі бармаймын. Жаңа жерге келгелі, бәленді ешкімен танысып, ыдыс-аяқ араластыра қоймадық. Жас отбасылар бір-бірімен араласып, достасып жатушы еді. Бізде ондай болмады. Сұңқар аяғын апыл-тапыл баса бастағанда, аяғым тағы ауырлағанын білдім. Әмірге айтып едім. Сенің есің дұрыс па? Біреуін қарқып бағып жүргендей. Неге ана елдің әйелдеріне сақтанғанды үйренбейсің? Үйің мынау, өмірі бықсып шашылып жатады. Бір күн жұмыс істемей дипломың сандықта шіритін болды деп, зіркілдеп ала жөнелді. Мен үлкен бір күнә жасаған адамдай жылап жіберіп, енді қайтем деппін. Құрт көзін, құрт деймін. Қалай? Ертең ауруханадағы комсомол ұйымының хатшысына хабарласып, аборт жасайтын дәрігер тауып бер деймін. Барда алғыз деп бұйрық берді. Сосын кешкі сауығына кетуге жиналып жатып, осы сен неге ана жұрттың қатындары сияқты пысық емессің, басыңды алып жүре алмайсың. Өз бетіңмен бірдеңе істеу деген жоқ. Кім не айтады, кім жасап береді деп, басың салбырап жүргенің деп. Галстугын ашуланып байлаймын деп қылқынып қала жаздады. Оны да менен көріп, ең аяғы галстук байлап беруді де білмейсің деп, қолымдағы костюмын жұлып алып, иығына ілді де, мені итере-метере есіктен шығып жүре берді.
Айнаның алдында қалшып тұрған қалпымда қалдым. Тамағыма бір түйін тіреліп, жылайын десем, даусым шықпай, көзімнен жас парлап қоя берген. Бір сұмдықтың болғанын сезгендей, балам еңбектеп келіп аяғыма оралды. Әшейінде көтердеп қыңқылдайтын ол басын шалқайтып, маған қарайды. Көзінің шарасында қорқыныш бар. Менің мына тұрысымнан, әкесінің есікті сарт еткізіп жауып шығып кеткенінен шошып, үнін шығармай, жанарымен жайымызы сұрап тұрғандай. Балапанымды аяп кетіп, жерден көтеріп алдым. Менімен үндескендей бауырыма тығылып, кішкентай қолдарымен кеудемнен қатты құшақтап алған. Ертесіне бір мейірбике хабарласып, сізге көмек керек пе? Бізге келіп кетіңізші деген. Ашу қысып, ол күні әдейі бармадым. Кешке үйге шаламас күйеуім келді сүйретіліп. Аяқ киімін лақтыра салып үйге енген ол, не болды? Доғдырға бардың ба деген. Бара алмадым. Неге тез бармайсың? Құрт дедім ғой саған деп, кіжініп қасыма жетіп келді. Оның мұндай қаһарланғанын бұрын көрмегенмен қорыққанымнан кіретін тесік таппай, дірілдеп кеткем. Жаным шошып, үндемей шегіне бердім. Әкесінің ащы даусынан диванда алаңсыз ұйықтап жатқан баламда шар ете қалды. Әмір балаға қарай ұмтылған маған екі аттап жетіп, бар күшімен итеріп жіберді. Баланың үстіне құлай жаздап, бір қырындай жалп еткем. Ұлымыз екеуміз құшақтасқан қалпымызда біріміз бақырып, екіншіміз үнсіз жылап жатырмыз. Екеуміздің жан ашырымыз, панамыз болады деген адам, қайрылып та қарамай, есікті тарс жауып шығып кетті. Ертесіне дәрігерге бардым. Әр сөзін алтынға сататындай, ерінің ұшымен әрең сөйлейтін әйел екен. Осынша уақытқа дейін білмегенсің бе? Енді алуға кеш сияқты деді, қабағын суытып. Оған көзін құрт деп қойғанын, өз бетімен дәрігерге де бара алмайтынымды жеткізгенін білдім. Кеудемді намыс найзағайдай тіліп өтті. Іш киімімді киіп жатып, кеш болса босанамын дедім. Дауысым зілді шықты. Гинеколог күйеуімен алып тастаймын деп келіскен болса керек, дауысын кілт жұмсартып, үлгеруге де болады, ертең әзірленіп келіңіз деді, резеңке қолбағын шешіп жатып. Көрермін деп, қоштаспастан шығып кеттім. Әмірдің менің жағдайымды еркек басымен мына әйелге айтқаны жыныма тиді. Ұлымды көршіге қалдырып кеткем. Соғанда асығып, алаңдап тұрмын. Жол бойы, осы менікі не өмір? Серік болам, өлсем өнем деп, апам айтпақшы, жер түбінен еріп келген кеудің түрі мұнау. Білмегенімді үйретіп, бауырына тартудың орнына, әр ісімді мазақтап, қателігімді бетіме басып отырады. Құдайдың берген баласының көзін құрт дегені нес? Қайтсем екен деп, ойым оңға бөлінді. Оның үстіне кеудемді, туған үйіммен атанама деген сағыныш кеулеп, сұңқарымды алып төркініме кетіп қалғым келді. Ашу үстінде әр кемімді бұрыстап, шабаданды ашып жауып біраз жүрдім. Қатын ашуы қазан қайнатат демекші, түске қарай ашуым тарқап, күйеуімнің түскі асқа келетінін ойлап, ас үйге кірдім. Бірақ Әмір түскі асқа келмеді. Жаратылысымның жуас екенін білетін күйеуім мені одан сайын мысымен баса түскен. Жұлдызы арыстан болғанын мақтан көретін ол, барлық мадақ өзіне лайық, ешкім қарсы келмеу керек деп масаттанып жүретін. Мен алғанда өзіне қарсы келмейді, айтқанына жүріп, айдағанына көнеді деп алған сияқты. Әйтсе де, неге елдің әйелі сияқты жалмаңдап тұрмайсың деп, қажыртатыны тағы бар. Кешке қарай есіктен кіре, не болды? Доғдырға бардың ба деді тағы да. Бардым, бірақ алдырмаймын. Дүниеге әкелетін болдым дедім, қарсы қайрат көрсетіп. Дауысым зілдіде қатты шықты. Қанша момын болсам да сирек ашуланғанда көтеріліп кететін дауылымды Әмір әлі көрмеген. Ол бүгін сол дауылға дөп келгенін сезбейде қалған болар. Оның маған шатынап қараған жанарына, пішту де демей, қарсы тұрмақ болған мені оның долы мінезі екі шайнап, бір жұтты десем болады. Мен қайратыма мінгенше, «Ей сен, сөз ұқпайсың ба салп етек» деп, шашымнан шап беріп сүрелей жөнелген. Сөйтіп мысық құрлы көрмей, диван үстіне лақтырып жібергенде, басыммен қабырғаны сүзе құладым. Көзім қарауытып кетті. Сарт етіп жабылған сыртқы есік жүрегімнің бар пернесін тас-талқан етіп, бытырлата үзіп жатқандай болды. Түпкіргі бөлмеде жатқан балам шырылдап жылай бастаған. Тәлтіректеп солай қарай ұмтылдым. Қол жұмсау деген осы екен ғой. Байы сабапты дегенді естігенім болмаса, өз басымнан өтеді деп ойлаппын ба? Қадырымның кеткені осы шығар. Бала табам дегенім үшін осы таяқты жедім бе? Жер түбінен еріп келгенде көрген жақсылығым осы ма деп, ұлымды бауырма қысып, зар еңіредім. Байғұс балам ұйқылы ояу бауырымды жылытып,
нәзік қолдарымен құшақтап қояды. Содан бастап күнде мас болып келу, күнде мені қорлау, аузына келгенді айтып боқтау байымның әдетіне айналды. Зығырданым қайнап, жек көргенім сонша, атын айтуға жеркеніп, байым деп тыжыран айтатын болдым. Әкесінің қарсылығына қарамай, ішіме біткен кішкентай өмір сыртқа тез шыққысы келіп талпынама көп тыпырлайды. Сөйтсем, ол да менің көңіл күйіме байланысты құрсағымда түйіліп, ауа жетпей, қиналып жатады екен-ау. Ішімнен қан көріне береді. Дәрігер ауруханаға жатып ем алмасаңыз, баланы сақтай алмай қалуымыз мүмкін деген соң, байым айтсам, Сұңқар екеумізге кім қарайды? Өлмейсіңдер. Бұйырса туат, бұйырмаса деді де, ар жағын өзің білесің дегендей үндемей қойды. Сұңқарды мен босанғанша апасын апарып тастайық дегенім сол еді, бәлеге қалдым. Сен менің шешемді өлтірейін деп отырмысың? Үлкен кісінің бір баланы баққанша, бір отар қойды баққан артық екенін білесің бе? Баланы тапқан өзің, ендеше өзің бағасың. Менің шешем 10 баланы бір күн ауыртпай, ешкім көмектеспей-ақ жеткізген. Әкем өмір бойы қызметте болды. Соныңда жағасын кірлетпей, қабағын шытпай, жайраңдап жүретін. Сен бір балаға боғың ағып, үйге бір досым келсе, қабағың түсіп кетеді. Ендіге ауруханаға барып жатып, жаныңды күтпексің. Күттіреме саған жаныңды деп, зәрлене қарап, аяғының астындағы баланың ойыншықтарын тебе-мебе далаға тартты. Сол күннен бастап дымымды шығармай, дәрігердің берген дәрілерін үйде қабылдадым. Менің бақытыма Сұңқарымда тез жүріп кетті. Тілі де шығып, былдырлап сөйлей бастады. Мен үй шаруасынан босамай жатқанда, өзімен өзі ойнап отырады. Әкесін жақсы көретіні сондай, есіктен кірісімен жабысып алады. Әмір екінші баланы қаламаса да, ұлы дегенде жаны бөлек. Мені сабап жатып, ұялмай баласын көтеріп алып сүйеді ғой. Сол перзенті кімнен шықты, кім салақ олақ болса да шаңырағын жылы етіп ұстап, киімін жуып, асын әзірлеп, түннің қай уағында келсе де қонағын күтіп, қарсы бір сөз айтпай, қабағына қарап, өзінен үлкен үміт күтіп, болашағына жақсылық тілеп отырғанын бір уақ ойласа ғой дегенде, өкпем қара қазандай қайнайды. Екеуміз танысып, табысып жүргенде де, тіпті үйленейік деп сөз салғанда да, сені сүйемін, сен кереметсің, басқа қыздардан ерекшесің, немесе сенмен бақытты боламын деген жан жадыратар, ғажап сөздерді айтқан емес. Жалпы, өзі түзде ұйымдастырғыш, өнерлі болғанымен, үйде мінезі ауыр. Неге мен басқа қыздарға ұқсап өзіме шынайы ғашық адамға тұрмысқа шықпадым? Неге Алла тағала маған қарапайым әйел бақытын бұйыртпады? Әсиманың, аяулым, мына зуылдақтан айырылма, көрде тұр, 5 жыл өтпей бір ауданның хатшысы болады дегеніне, бейбіттің, сенің мінезің сылбыр, саған осындай жігіт лайық. Ерлі зайыптылардың біреуі жылдам, екіншісі болбыр болып қосылса, жақсы отбасы болады деп, көріпкелдік танытқаннан да осы әмірге құлап қалдым. Мұның маған сезімі бар ма, жоқ па, ол жағын бағамдамай, ноқталанған бұзауда еріп жүре беріппін. Өзі сері, өзі көсем жігіттің мені таңдағандағы есебі қандай, ол жағын ойламаппын да. Ата-бабадан келе жатқан салт, бидайдың барар жері дермен дегендей, 20-дан асқан соң байға шығып, бір шаңырақтың отын жағып, бала тауып, өсіп өну деп, азат басымды ноқтаға тығып, бірінші алам деген еркекке еріп кете беріппін. Өзімнің де оны сүйетін сүймейтінімді анық білмейтінмін. Мені құртқан бір жағынан алғашқы махаббатым. Солай деп айтуға болатын болса, Меліске деген өкпе еді. Тәні жаралы, жанымен алысып жүрген жігітті мені іздей қоймады, тауып алып сезімін білдірмеді дегенім қайсысқаным. Өзіме де обал жоқ. Бір жерлерден оқығаным есіме түсіп, болған жайға ақылды адам өзін кінәлайды, ақымақ өзгеден көреді. Бұл фәниде шыдамды, көнбіс болған дұрыс. Дұрыс жолды іздесең, алдымен өзіңнен баста деген пәлсапалық ойларға тірелдім де сабырға келдім. Кішкене жиналайын, салақ болмайын, елдің әйелдері сияқты жан-жағымды барлап, үйреніп, жақсын бойыма қабылдап, отбасыма пайдаланайын деп шештім. Сосын, әмірді кінәламайын, оныкі де дұрыс шығар, өзімнен бастайын деп алға ұмтылдым. Шығыс әйелі, әсіресе қазақ әйелі, ер адамды жазғырмаған. Апам, Құранда да ер адамның алдындағы әйелінің парызы үлкен, алдынан кесіп өтпе, қарсы сөйлеме, тіпті жейдесің жағасын баспа. Еркектен бұрын тұр, кеш жат, отағасы дастарханға отырмай, аш жеуді бастамаңдар. Әке сөзі оқ дегенді құлағыма құйып өсірді.
Институтта да ұстаз апайлар сабақ арасында біраз уақыт бізге жақсы жар болудың жолдарын айтып отыратын. Сол аналардың жолын жалғастыруды парыз санадым. Шамам жеткенше ата-анамның атына кір келтірмеуге тырысып, тәрбие көрмеген дегізбеуге күшімді салмаққа талпындым. Тар құрсағым күннен күнге кеңейген сайын, жатырымдағы баланың жағдайы қиындай берді. Жерігімде сұмдық. Аузыма алғанның бәрін қайта шығарамын. Кеуім есіктен шыға, мен төсекке жүгірем. Жата бергім келеді. Екі көзім бақырайып, қу сүйекке айналдым. Не жегім келетінін түсінбей жүріп, 4 ай дегенде жерегім басылды. Біраз уақыт тынышталғандай болғанмын. 6 айдан бастап құрсағым түсініксіз жағдайда өсе бастады. Жүріп тұруымда ауырлап қалды. Сонда да әмірге сыр бермей, алдында құрақ ұшам. Сұңқардың жүктілігі институт пен пәтердің арасында жүгіріп жүріп жеңіл өткен екен. Бірде аш, бірде тоқ, диплом жазамыз, оны қорғаймыз деп жүріп, перзентханадан бірақ шыққанымды өзімде түсінбей қалғам. Тіпті таңға жуық толғақ келерден бір күн бұрын күйеуіммен кинода жүрмін. Ертесі менің босанғанымды естіп, ыстық сорпасын алып, артымнан келген көршінің келіншегі, кеше бошалап киноға кетіп қалғаныңнан шошып едім деп күлген. Ал мына шарананың жөні бөлек болып тұр. Ішіме зырылдауық ойыншық кіріп кеткендей, күні түні аунақши ма, тірей ме, бір тыным жоқ, тыпыр-тыпыр. Қан көрінсе дереу дәрі ішемін. Аяқ қолым ісіп, сақинамен топлайым сыймай қалды. Менің ішімнің бұл жолы ерекше өсіп кеткеніне қарап, әмір құрдастарына, біздің қатын алпамыз не таусоғар табады деп, қарқ-қарқ күледі.